Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Дәл осындай керемет пп салат жасаймыз. Ол үшін бізге аскөк, сәбіз, қызанақ және де лимон және де кукуруз керек болады. Аскөгімізді дәл осылай турап аламыз. Үлкен етіп, оны енді ыдысымызға салып, қызанағымызды үлкен бөліктермен оны да дәл солай турап аламыз. Керек емес жерлерін алып тастаймыз. Міне қараңыздар. Жасап көріңіздер, қыздар, ешқашанда өкінбейсіздер. Өте дәмді салаттардың бірі. Ендігі кезек бізде теркадан сәбізімізді өткізіп аламыз. Мінекей, осындай терка болса, сіздерге өздеріңізге жақсы. Дәл осылай өткені. Мінекей. Ендігі кезек, қыздар, бізде кукурузымызды саламыз. Қазір мына жерді реттеп алайық. Кукуруздың суын полный төгіп тастаймыз. Менде кішкентай кукуруз барлығын салдым, қыздар. Енді лимон шырынын сығып аламыз. Ендігі кезде, қыздар, бізде татымына қарай кішкене тұз саламыз. Сосын қызып тұрған майды құямыз. Қыздар, оливковое масло болса, сіздерде соны құйсаңыздар да болады. Мінекей, енді араластырып аламыз. Өте оңай, өте дәмді, диеталық керемет салаттың бірі. Жасап жеңіздер, қыздар. Өте керемет. Мінекей қараңыздар. Мен өте жақсы көрем. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.